Күнделік жазудың пайдасы. Қазір қағаз бен қалам көп пайдаланыла бермейді. Дегенмен кейде адамға берер пайдасы мол нәрселердің қолданыста қала бергені де жөн. Мәселен, күнделік жазу. Күнделік жазудың бірнеше артықшылықтары бар. Күнделік бұл өткен күн туралы естелік. Кейде өміріміздегі маңызды сәттерді еске түсіруге жазылған күнделік көмектеседі. Қағаз бетіне жазылған нәрсе адамды ойландырады. Бұрын жазылған дүниелерді қарап отырған кезде жаңа идеялар мен шешімдер пайда болуы мүмкін. Күнделікке эмоциямызды да шығара аламыз. Яғни қағаздың адамнан айырмашылығы біздің жақсы, жаман көңіл күйімізді, жылағанымызды немесе қуанғанымызды көтереді. Күнделік шешім қабылдауға үйрететін құрал. Мектепте тапсырманы жазып орындау арқылы бірнеше жауап нұсқасын қағаз бетіне түсіреміз. Артынша талдап, саралап шешімін табамыз. Күнделікте дәл сондай шешім қабылдау кезінде бірнеше нұсқаны алдымызға тізіп, ішінен дұрысын таңдауға көмектеседі. Сондай-ақ күнделік өзімізді сырттай бақылауға мүмкіндік береді. Ойды жазбаша түрде дұрыс жеткізе білуге үйретеді. Күнделіктің тағы бір артықшылығы мақсатқа жетуге жол бастау. Мақсаттарыңды күнделіктің бірінші бетіне жазып қойыңдар. Олар ойларыңды жүйелеп, әрекет етуге көмегін тигізеді.